Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін сіздерге тесттер жасауға арналған платформамен таныстыратын боламын. Ол платформаның аты тест Wizard деп аталады. Осы платформа арқылы ата-аналар жиналысында әртүрлі сауалнамалар, сонымен қатар кез келген сабақтарға арналған түрлі тесттерді оңай әрі жылдам құрастыра аласыздар. Енді осы платформамен жұмыс жасау үшін міндетті түрде тіркелуіміз керек. Тіркелу үшін астында тіркеу деген кнопкасы бар. Осы кнопканы басу арқылы өзіңіздің логиніңізді, пароліңізді және почтаңызды жазу арқылы тіркелсеңіз болады. Мен бұл платформаға тіркелгендіктен автомат түрде логин паролім шығып тұр. Неге войти кнопкасын басатын боламыз. Басқаннан кейін бізде тесттерді құрастыратын бөлімше ашылатын болады. Егер сіздерде орысша болып кетсе, перевести на казахский деп мышканы оң жағын басу арқылы қазақ тіліне ауыстырып отырсаңыздар болады. Енді қазір осы жерге біз ата-аналарға арналған сауалнаманы құрастырып шығатын боламыз. Енді алдын ала Word бағдарламасына дайындалған сауалнама бар. Осы жерге көшіріп алып келу арқылы тест сауалнаманы құрастырамыз қазір. Неке мына жерге тақырыбын жазамыз. Атауы, астына описание бөліміне жазсаңыздар да болады, немесе жазбай кетсеңіздер де болады, өздеріңіздің еріктеріңізде. Неке осылай көшіріп алып келеміз, өңдеуді басамыз. Басқаннан кейін бізде осылай сұрақ жауап жазатын жаңағы бетше ашылатын болады. Енді осы жерге қазір сұрақты жауапты көшіріп алып келетін боламыз. Өте оңай, жылдам жасалатын платформа, сондықтан қолданып көрсеңіздер болады. Бұл тек сауалнама емес, басқа да кез келген сабақтарға тесттерді жасасаңыздар да өте керемет. Бұл жерде тек интернетіңіз болса болды. Мына жерде кейде деген үлкен әріппен болса, или кіші әріппен жазсаңыз да болады. Енді қараңыздар, мына жерде ұпай қойып кетсеңіз болады өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді тағы да жауап қосам десеңіздер, онда жауап опциясын қосыңыз деген кнопканы басу арқылы осы жерге тағы да жауап қоссаңыз болады. Сонымен қатар, мысалға, тест жасап отырған кезде дұрыс ответін жазып, мына жерге соған 5 балл, 10 балл қойып қалған дұрыс емес жауаптарына 0 балл қойып кетсеңіз болады. Енді сұрақ қосыңыз деген кнопканы басу арқылы екінші сұрақты осы жерге қазір алып келетін боламыз. Қазір сіздерге 5 сұрақ жауапты осылай үлгі ретінде көрсетемін. Енді ары қарай өздеріңіз 20 сұрақ, 25 сұрақ, 30 сұрақ деген сияқты сұрақтарды құрастыра аласыздар өздеріңіз. Неге үшінші сұрақты алып келеміз. Енді мына жерге бір жауабын жазсаңыз, осылай автомат түрде астына осылай шығып тұрады. Осы жерден тек таңдау арқылы осылай жасап алсаңыз болады. Жылдам жасалынады осылай. Төртінші сұрақты көшіріп алып келеміз. Мына жерге автомат түрде бір рет жазсаңыз өзі шығады осылай. 0 дейміз. Енді сұрақ қосыңыз. 5-ші сұрақты жасап көрейік қазір. Иә, кейде жоқ дейді. Енді мына жерге ұпайын қоятын боламыз. Неке, енді болды. Енді мен 5 сауалнама енгіздім. Сіздер өздеріңіз білесіздер, 20 сауалнама енгізесіздер ме, 30 сауалнама енгізсеңіздер де болады. Бұл ненің шегі жоқ. Неше сұрақ құрастырсаңыздар да өздеріңіздің еріктеріңізде. Одан кейін нәтижелерді өңдеуге өтіңіз деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін мына жерге бастап ұпай қосындысының нәтижесі дейді. 0 ұпайдан мысалға 15 ұпайға дейін ұпай қоятын боламыз. Мына жерге жаңағы атауын қойсаңыздар да болады, жауаптары деп. Енді мына жерге описание бөліміне жаңағы дұрыс жауабына неше ұпай, кейде жауабына неше ұпай және қарсы жоқ деген жаңағы жауапқа неше ұпай бересіз, соны жазып кетсеңіз болады мына жерге сипаттама ретінде. Одан кейін сынақты сақтау деген бар. Сол кнопканы басасыз, басқаннан кейін неке автоматты түрде осындай сілтеме шығады. Осыны көшіріп алу арқылы оқушыларға немесе ата-аналарға
осы сілтемені жіберсеңіз болады. Енді қазір тестті тапсырып көрейік. Пройти тест деген бар, сол кнопканың үстінен бассаңыз, начать тест деп шығады. Сұрағы, жауабы. Енді жауап берсеңіз автомат түрде өзі екінші сұраққа ауысып осылай өте береді. Ешқандай кнопканы баспайсыз. Біз 10 балдың 7 балын алдық. Осылай қолдансаңыздар да болады. Енді бұл тестті бір емес, бірнеше рет тапсыруға болады. My тестке барып, мына жерде сіз қандай ата-анасыз деп тағы да тапсыруға болады. Начать тест деп. Осылай сауалнаманы тез әрі жылдам құрастыра аласыздар. Сабақтарыңызда, ата-аналар жиналысында міндетті түрде қолданып көріңіздер. Өте керемет платформа. Және өзіңіздің әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Алдағы уақыттарда тағы да пайдалы ақпараттармен бөлісе отырамын. Осы видео пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.